Осы аптадағы демалысымның бір күн соғым союмен өтті. Мұнда менде бас, сирақтар, мыналарды мен қазір холодец жасаймын, барлығын қайнатып. Бас, сирақтар осылардың бәрін бір-бір жуып, қазір кастрюляға салатын боламын. Суын құйдым, енді бір қайнатып көбігін алып, суын төгіп, қайтадан таза суға қайнататын боламын. Қайнап жатыр, ақырындап көбіктерін аламын, толық шығып болғанша алып, потом суын ауыстырамын. Қайнап жатыр, қазір осыны өшіріп, ішіндегі сирақ бастардың бәрін салып алып, суын төгіп, қайтадан таза суға саламын. Бірінші қайнатқан сорпасы ұсақ-ұсақ көбіктер темный болып тұр. Қайнап жатыр, ақырындап енді осының үстіне тұзын салып тастаймын сразу. Сүйектерім 4-5 сағат болды қайнап жатқанына. Бас, сирақтар езіліп тұрып пісті. Енді осының қазір астын өшіріп, бір түсіріп алып қоямын. Одан кішкене салқындағанша чеснок дайындаймын. Чеснок қосамын, тұз бұрышын қосамын, мынаны мясорубкадан өткізіп аламын. Кішкене салқындады, енді олардың бәрін сүйегінен ажыратып аламын, құйқаларды. Сүйектер кет қалмайтындай сүйектерін бәрін алып, хаты мясорубкаға тұрып қалады ғой. Бәрін тазалап аламын, турап, үлкендеу бөліктерге бөліп, мясорубкадан өткіземін қазір. Тартып болдым, енді осының үстіне тертый чеснок или чеснокодавкадан өткен тұз бұрыш по вкусу и сорпасын құятын боламын қазір үстіне. Тұзды мен пісіп жатқанда салғам, мен чеснок, перец саламын. Осының үстіне ыстық сорпаны қоямын. Ол бізде екінші қайнағандағы сорпа, майлы и мөлдір. Қайнатып суын төксеңіздерді, оның майы шығып тұр. Сорпаны керегенше үстіне құйып отырамыз, мынаны араластырып. Кімге мұз ұнайды, кімге жидкий ұнайды. По вкусу. Мен сорпамды құйдым, менде осындай болып шықты. Бір тегенеге таяу. Енді осыларды тарелкаға құям. Әртүрлі формаларға қойсаңыз болады. Мен андай тарелкаларға қойып қоям, ертең уже қатып тұрады. Содан кейін алып морозилкаға салып тастаймын. Тым қою да емес, тым сұйық та емес. Осындай болып шығады. Құйып болды, менде мынандай тарелкадан 2 шықты, среднийдан 3 и мында контейнерға құйып қойдым. Холодец қатты морозилкаға салып қойдым.